Қайырлы күн қыздар, бүгін өте дәмді үй жағдайындағы донер жасаймыз. Ең бірінші бізге керегі етті қуырып алу керек. Тауық еті және де сиыр етінен фарш. Осы екеуін қуырып алуымыз керек. Бірінші сковородкамызға сұйық майымызды құямыз. Ол қызғаннан кейін фаршымызды саламыз, етімізді саламыз. Тұз, қара бұрышыңызды өзіңіздің қалауыңызша қосасыз да етті піскенше қуырасыз. Астын жай басып қойып күйдіріп алмай. Екінші сковородкаға да сұйық майыңызды құясыз. Бұл кезде енді сковородканың асты жоғары температурада, қатты отта болу керек. Қатты отта қызып тұрған майға осылай картошкаңыз фри сияқты турап, бетіне тұзын сеуіп, сковородканың бетін жауып, екеуін де қуырып аласыз піскенше. Енді капуста салат дайындайық. Капустаны майдалап турайсыз. Қара бұрыш, тұз, сұйық майыңызды қосып, жақсылап қолмен мыжғылап салатыңызды дайындайсыз. Енді донер жасау үшін бізге осындай лаваш керек болады. Кез келген азық-түлік сататын продуктовый магазиндерде лаваш сатады, қымбат емес. Және де осындай бағана пісіріп алған картошкаларым. Фридан ешқандай кем емес, өте дәмді. Етіміз де пісіп дайын тұр. Огурцы, помидор, капуста салат, кетчуп, майонез керек болады бізге. Осының барлығын енді донерге өзіңіздің қалауыңызша қайсысын салғыңыз келеді, барлығын кезектестіріп салып, донеріңізді дайындайсыз, орайсыз. Духовкаға, қызып тұрған духовкаға, осындай сеткаға именно салу керексіз. Бір 15-20 минутқа 180 градусқа салып алдым. Тек лаваштың сырты қытырлап піскенше ғана салып алдым. Қыздар, мінеки донер дайын болды. Шынымен де өте керемет дәмді болған. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегілеріңізді өз қолыңызбен донер жасап қуантыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.